Ассалаумағалейкум, қадірліменді көрермен. Бұл сәті түскен сұхбат айдары және тілшісі мен Шәділ Махаббат. Бүгін біз қазіргі қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі бала тәрбиесі, рухани тазалық және Құранды үйрету әдебі жайлы сөз етеміз. Қонағымыз Алматы облысы орталығының Қонаев қаласында Қапшағай орталық мешітінің ұстазы, көп жылдан бері шәкірт тәрбиелеп жүрген ислам дінінің білгір ұстаз десек болады, Гүлмира ұстаз. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Алдымен өзіңіз туралы, ұстаздық жолыңыз туралы сөз етіп айта кетсеңіз. Аллах тағалаға сансыз мақтаулар болсын, пайғамбарымызға Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар болсын. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Енді өзім жайында қысқаша айтып өтсем, мен Шығыс Қазақстан облысында туғам. Әке шешем педагогтар, екеуі де мұғалім кісілер болды. Әкеміз ерте жастан намаз бастады да бізге сол бес ағайындымыз, бесеуімізге де сол намазды, Аллах тағаланы танытып, пайғамбарымызды Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды үйретіп, сөйтіп кішкентай кезімізден бізді құлақ қағыс етіп сусындандырып өсірді. Одан кейін мен Семей мемлекеттік Шәкәрім университетіне оқуға түстім. Сол жерде мамандығы стандарт сертификация болды. Инженер эксперт деген мамандықта оқып жаттым. Ағамның үйінде тұрып, аға жеңгемнен мұғалім Санида оқып бастап, қосымша мешітке барып сабақ алып жүрген кезде осы дінге деген өзімнің махаббатым ашылып, көп сұрақтар туындады. Құранды қалай қатесіз оқысам болады деген. Сол университетті бітіргеннен кейін Алматыға бірден білім алу үшін Алматыға келдім. Ол кезде мен ұстаз болып кетем деген ойымда болған жоқ. Мен тек қана өзіме керекті білім алайын, хадис үйренейін, Құранды қатесіз оқиын деген, сондай сұрақтарыма жауап алайын деген мақсатта, тереңірек білейін деген мақсатта сол білім алуға келдім. Жекеменшік оқуға түсіп, сол жекеменшік оқуда 3-ші курсын оқып жүрген кезде тұрмысқа шығып, жолдасымыз екеуміз Мысыр еліне бардық. Жолдасым Әл-Азғар университетін оқып жатты. Мен аяғым ауыр болғандықтан сабаққа көп бара алмадым. Әл-Азғарға сол себептен марказдар бар ол жақта. Араб тілін үйрететін, Құран үйрететін сондай марказдардан білім алдым. Елге келгеннен кейін шет тілдер іскерлік карьера университеті 2-ші мамандық деп сол жерде оқып жүріп, бірінші сол ұстаздық жұмысымды бастадым. Сарыбай мешітінде сол сұраныс бойынша сол жерге барып ұстаз болып 1,5 жылдай жұмыс істедік. Одан кейін Қонаев қаласына келдік. Қызымыз 1-ші классқа баратын болғаннан кейін, оның алдында Қарағандыда жүрдік, жолдасымыз екеуміз. Одан кейін бала өскеннен кейін бір жерге тұрақтайық, бір мектепте оқысын деген мақсаттан, осы ата-енеміз де осы Қонаев қаласында тұрады. Сол себептен осы Қонаев қаласына келіп жұмыс істеп бастадым. 2016 жылы бұйрық алып, сол бұйрық бойынша жұмыс істеп келеміз осы күнге дейін. Енді осы бүгінгі таңдағы әйел ұстаздардың жалпы қоғамдағы орны туралы не ойлайсыз? Әйел ұстаздардың қоғамдағы орны өте жоғары деп ойлаймын. Қазір өте мына бүкіл әлем қазір алақандағындай болып қалды ғой. Балалар Американың неше түрлі ақпараттарын алады, шетелдің ақпараттарын алады, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екені білмейді. Сол себептен әйел ұстаздар оның мынау біздің қоғамға сай, мынау исламға сай келеді, мынау біздің шариғатымызға сай келеді, мынау біздің жаңағы дін мен дәстүрімізге сай келеді деп ажыратып, ара-жігін ажыратып беретін білікті ұстаздар өте қажет деп ойлаймын. Және ол білікті ұстаздар ол пайғамбарымыздың кезінде де болған. Фатима анамыз да өте білікті, білімді болған. Айша анамызды да алсақ болады. Ол кісі көптеген хадис риуаят еткен Айша анамыз. Ол кісі медицина саласында өте жақсы меңгерді. Хадис ілімінде жақсы меңгерді, фиқ ілімінде, шежірені де жақсы, поэзияны да жақсы білді. Тіпті сахабалар ол кісіден келіп, ақыл сұрап, білім алған кездері болған. Осыдан да қарасақ болады, яғни ислам дінінде әйел адамға білім алуға рұқсат екенін, өйткені білім алу әйел адамға да, ер адамға да парыз. Хадисте де айтады ғой, «Хойрухум ман тағалламал Құр'ана ва алламаху», сендердің ең қайырлыларын Құранды үйреніп, және оны өзгелерге үйреткендерін дейді. Бұл өте сауапты іс деймін. Ұстаз қазіргі қоғамдағы ұстаз өте білімді болып, күннен күнге даму үстінде болу керек. Күнде жан-жақты білімді болған дұрыс деп ойлаймын. Алдында әртүрлі шәкірттер отырады, олардың деңгейлері әртүрлі болуы мүмкін. Сол кезде ұстаз оған сабырлықпен қарап, тек қана білім үйретіп кетіп қалмай, баланың жан дүниесіне кіріп, алдындағы шәкіртке
бүкіл сабырлығымен, мейірімдігімен, махаббатын берсе, ол ұстаз нұр үстіне нұр болады ондай шынында ұстаз. әйел ұстаздың рөлі бұл аналық мейірім және аналық сол мейірім. рухани тәрбиенің бір үйлесімі деп айтсақ болады. Енді осы орайда тәрбиенің өзіне тоқталып өтсек. Көп ата-аналар балам жақсы оқыса, шет тілін білсе деп жатады да, бірақтан рухани тәрбиеге келесіге ысырып қалып жатады. Яғни кейде кейінге қалып жатады десек болады. Осылай исламдағы ата-ананың бала алдындағы ең бірінші жауапкершілігі қандай? Ең бірінші жауапкершілігі ата-ана жаңағы бірінші балаға Алланы танытса, таухидты үйренсе, және дұрыс сенімді қалыптастырса, одан кейін пайғамбарымызды танытса, сол бірінші міндеті деп ойлаймын. Ең басты сол имандылықты кішкентай кезінен бастап ақырындап үйретіп, соны баланы сөйтіп тәрбиелеп бастаса, бұл негізі нұр үстіне нұр. Ал осы бала аманат деп айтып жатады. Осы ұғымды бір ашып өтсеңіз. Бала аманат деген енді шынымен де бізге Аллах тағала әр баланы уақытша берген. Біздің аманатқа біз мысалы бізге біреу затын беріп кетсе де біз қалай қараймыз, аманатқа қиянат жасамайық деп. Аллах тағала да бізге сол баланы бергеннен кейін біз оның бәріне жауапкершілік, яғни бала туғаннан бастап, мысалы әкесі жақсы жар таңдаудан бастаса, одан кейін ол баланың туғаннан кейінгі ананың емізуі, ол қалай емізеді, мысалы дұғасын айтып емізуі, тіпті егер Құранды білетін болса, Құранды бастан аяғына шейін хатым етіп өтсе, аяғы ауыр кезде, тіпті баланы емізіп отырған кезде де хатым жасап өтсе, немесе Құранды білмесе, Құранды қосып қойса, қазақша мағынасын үйретсе, бала іштен жатқаннан уже Құранды естиді. Іште жатқаннан басталады ғой тәрбие. Іште жатқаннан тәрбие басталады. Әкесі жаңағы адал аспен рызықтандырып, сөйтіп үлкен жауапкершілігі орын алады. Осы рухани тәрбиемен мына бір заманауи білімнің тепе-теңдігін қалай сақтаса болады? Қалай сақтау қажет оны? Негізінде рухани тәрбие, заманауи тәрбие деген жалпы Құранда да ең бірінші түскен аяттың өзі оқы деп түсті, оқы деп бұйырды. Екеуі негізі ұштасып кетеді де, яғни анау заманауи, мынау діни деп емес, екеуі балаға негізі жаңағы адам болуды үйретуіміз керек те, біз маман болуды емес. Егер оған біз шынайы жаңағы имандылық, мейірімділік, махаббат, жауапкершілік деген сезімдерді балаға жақсылап үйретіп қойсақ, ол бала қандай маман иесі болса да, өзі жеке қалған кезде, кейін ол отбасы болғанда да өзін жаңағы адам ретінде сондай ұстай алады. Мысалы, Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, бабамыздың, тәртіпсіз алынған білім қоғамның қас жауы дейді. Яғни тәртіппен алыну керек білім. Ол қанша ол ғалым болып кетсін, қанша ол не болып кетсін, оның тәртібі болмаса, оның пайдасы болмайды. Сол үшін балаға бірінші имандылықпен қоса, қандай салада жүрсін, қандай білімді болсын, ол бала жақсы бала болып шығады. Кейін болашақта ол жұмыс істеп отырғанда біреудің артық затын алып кетпейді. Жұмыс істеп отырған кезде де ол өте жауапкершілікпен істейді. Мені бір бастығым қарап тұр демейді, Алла қарап тұр ғой. Алла үшін істейді, Алла разылығы үшін, Алланың разылығын алу үшін істеп отырады. Сол үшін екеуі бір-біріменен үйлесіп кету керек. Бірақ көбінесе енді бір ютубта да көрдік қой, бірінші ата-анасы балаға Құран үйреткен, Құран жаттатқан. Ол бала математикадан да, ағылшыннан да кішкене нашарлау керек, бірақ Құранды толық жаттағаннан кейін ол бала өте қабілеті жақсы болып, 10 үздік деді ма, сондай балалардың қатарында болған екен. Сол басқа білімге де, ол басқа білім алуға да ол баланың керісінше пайдалы, керісінше бейімделіп кетеді. Өйткені Құран деген ол көп отырып жаттайды, сол кезде оның есте сақтау қабілеті артады, миын дамытады, мысалы. Иә. Қоғамға да өзі де білім алуға не қылады, құштарланады. Ал жаңағы үйдегі ата-ананың дінге қызығушылығы баланың жүрегіне қалай әсер етеді? Ата-ана деген енді ол іспен көрсетсе, балаға егер әкесі отырып Құранды оқып, түсініп, жылап отырып оқыса, ол бала өтіп бара жатып бәрібір көреді. Ол Құранның сондай маңызды екен, немесе намаз оқып тұрса,
Мысалы балаға кішкентай күннен бастап балам келе ғой, пайғамбарымыздың сүннеті өзінің алдынан жей ғой, бисмилламен бастай ғой, біткеннен кейін альхамдулиллахты айта ғой деп сөйтіп балаға ақырындап үйрете берсе, ата анадан сол көру арқылы үлгі алады. Жаңағы ата ана өзі бірінші айтқаннан гөрі ол үлгі көрсетіп өзі нақты үлгімен жүрсе, сол жаңағы парызын сүннетін орындап, өтірік айтпаса, мысалы телефонмен сөйлесіп отырғанда да мені жоқ деп айта салыңдар деген сияқты, ешкім жоқ деп айта салыңдар деп өзі нені мықты ұстау керек қой. Өйткені мен балам қандай болып шығады ертең. Ол үшін емес, енді өзі сондай жақсы тұлға болып қалыптасса, бала да соны көре өседі деймін. Ең бірінші сол өз үлгі болу керек. Өз үлгі іспен көрсеткен дұрыс қой. Енді жаңа айтып отырық қой, Құран үйрену мәселесі жайлы. Бүгінде кейбір ата-аналар баласына Құран үйретуді ерте бастау керек дейді. Кейбіреулері кеш, мүмкін әлі ерте шығар, жаңағы өссін, өнсін деп кешке қалдырып отырады. Енді осы Құранды оқу, жаттау, үйрету, жалпы әдебі туралы бір айтып өтсеңіз, өзіңіз қаншама шәкірт тәрбиелеп отырсыз сол жайлы. Енді ата-ана бірінші 3 жасына келген кезде, бала енді сөйлеп, сөйтіп бастаған кезде, ол балаға ля иляха иллаллах Мұхаммед Расулуллах деген сөзді үйретіп, ең бірінші сөзі сонымен шықса, соны қайталап айтып үйретсе, одан кейін 4 жасына келген кезде балаға қызықты хикаялар оқып беріп, мысалы періштелер деген бар, балам сахабалардың өмірбаянын оқып, мұғжизаларды айтып, Алланы танытып. Негізі өзімнің практикамда басында ауызша үйреткен жақсы екен, 7 жасқа дейін. 7 жасқа дейін ауызша үйретіп, 2 классқа барып бала келген кезде оған жазуды үйретіп, өйткені ол 1 класста былай кирилл әріппен жазып үйреніп келеді ғой. Енді оған басынан бастап былай арабша үйретсең де болатын шығар, бірақ өздері жазып сөйтіп үйреніп келген баланы өзім практикамда 2 класстан бастап алып оқытқан кезде, мұғалім санайды, сол кезде бастап оқытқан дұрыс екен де. Сол кезде тезірек алып кетеді. Ал оғанға дейін бірақ ауызша жаттатып қою керек екен. Фатиха сүресін, Ықылас сүресін, бірнеше сүрелерді ауызша дұрыс айтқызып, сөйтіп жаттатып қою керек. Одан кейін барып уже 7-8 жастан бастап балаға жаңағы осы кезде де бұйырыңдар деді ғой намазға. Намазға да осы кезде, өйткені ол тәлмиз дейді, ажырататындай жасқа келді де, ол уже ақ пен қараны ажыратып, оған үйретіп, осы жаста ол балаға шариғатты үйретіп бастау керек. Намазға ақырындап үйретіп, намаздағы дұғаларды үйретіп, сонда ол балаға бүйтіп толық 10-11 жасқа, 12 жасқа барған кезде сондай уже көп нәрсені біліп, намазды да жеңіл орындайды да. Жеңіл орындап кетеді. Жалпы енді Құран оқыған кезде бірінші ниетті туралауымыз керек ше. Иннама аъмалу бинният дейді. Ниетіміз дұрыс болу керек. Негізгі ниетіміз ұстазда, шәкірт алушы, білім алушы да ол ниетті Аллахтың разылығы үшін соған байлау керек те, негізгі несін. Мысалы, көп адамдар айтып жатады, мен 60-қа келдім, 70-ке келдім, мен Құран жаттай алмайтын шығармын деп. Бірақ ол жасқа қарамайды негізі. 7 жасар балада өйткені Құранды жаттауды бізге Аллах тағала жеңілдетіп қойды. Біз соны негізгісін тауып алуымыз керек. Ол үшін уақытты күнде бүйтіп белгілеп қоюымыз керек. Мысалы айтады ғой, пайғамбарымыздың хадисі бар. Аз да болса үзілмеген амал ол ең жақсы амал дейді. Тамшының өзі бүйтіп аз ғана бүйтіп тамып тұрып тасты жарады деген сияқты. Сол ең біздің неміз сол үзбеу керек бізде. Мысалы мешітке берген кезде де ол кішкене мына қабілетті бала бір кішкене ғана оқыды, болды осы жетеді демей, өйткені ол Құран жаңағындай ұмытылып қалады. Өйткені ол Құранды сендер бүйтіп түйе сияқты байлап ұстап отырмасаңдар, ол қашып кетеді дейді. Тіпті мысалы кейбір балалар 3 айлық демалыс кезінде Құранның бетін ашпай келеді ғой, ұмытып келеді. Және жаттаған сүрелері мүлде ұмытып келген, бірінші рет оқып тұрғандай болып әріптерді ұмытып қалады. Сол үшін әрдайым қайталап отыру керек, әрдайым сол үзілмей жалғаса беру керек, жалғасып отыру керек. Ол үшін бір белгілі уақытты бөлу керек. Мысалы, кейбір адамдар ойлайды ғой, болды енді мынау кісі қари Құран жаттады, ол енді түк істемейді, ол Құран оқып отырады деп.
жоқ, ол да мысалы сол белгіленген таң намазынан кейін ба, сол белгіленген уақытта Құранын қайталап алады да, қалған кезде кәдімгідей өмірін сүріп жүре береді. Достарымен араласып, мысалы баланы да сөйтіп сол кезде ғана барып қайталауды таңертеңге қойып қайталатып отырсақ, ол бала ұмытпайды да. Дисциплина, тәртіп қой негізі. Тәртіпке негізу керек, сол тәртіп болу керек қой. Ал кейбір ата-аналар баласын мәжбүрлеп оқытады Құранға. Сол қаншалықты дұрыс? Мәжбүрлеп негізі оқытқан дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі өйткені ол мәжбүрлеп оқыса, ол сол кезде ғана оқуы мүмкін. Біздің негізгі мақсатымыз, ұстаздың да, ата-ананың да негізгі мақсаты баланың жүрегіне махаббатты сеуіп жүру, махаббатты жаңағындай үйретіп, махаббатты бір дәнін егіп қою керек қой. Сол махаббаттың дәнін еккен кезде ол бала маған десе 60-қа келсін, 70-ке келсе де ол Құранға деген махаббатыменен жаттай береді. Оның сондай тоймай Кәусар бұлағы сияқты оқыған сайын сондай нәр алатындай қылып біз оны тәрбиелеп, сондай шәкіртті біздің негізгі айтады ғой, кімде-кімнің жақсы ұстазы болса, ол оның жолы болғаны дейді. Яғни сондай жақсы ұстаздарға беру керек, оның шамасы келмей жатса. Қазіргі қоғамда енді барлық мешіттерде мүмкіншіліктер бар, тегін оқытындай, офлайн келіп білім алам десе де, онлайн білім алам десе де өте жақсы. Ұстазды таңдағанда нені ескеру керек ата-аналар? Ұстазды таңдаған кезде енді ол кісінің мінезіне қарау керек. Өйткені медресеге берген кезде де жаңағы ол балаға ұрсып, жекіп, жеркенішті қылмай, мінезіне, тақуалығына, соған да мән берген дұрыс деп ойлаймын. Тек біліміне қарай. Білігіне қарай. Өйткені ол жерден ол бала тәрбие алып шығады ғой. Жалпы енді бір баланы ұстаз тәрбиелесін, мектептегі ұстаз тәрбиелесін демей, жан-жақтан баланы тәрбиелеп шығаруымыз керек. Біздің мақсатымыз бір бала болса да, сондай қоғамға пайдалы бала болып шықса, біздің негізгі мақсатымыз сол. Оны бір адамға, бір ұстазға, немесе бір имамға жауапкершілікті қоюға болмайды. Ол ана да, әкесі де, әжесі де, ұстаз да, мектептегі ұстаз да, барлығы ана баланың білімге деген құштарлығын оятып, сенің қолынан түк келмейді деген сөз айтпай. Мысалы, мектептегі сабақты оқытқан кезде де мен өзім 1-ші класстан бастап 4-ші классқа шейін өзім қасында отырып оқытамын да балаларымды. Сонда басқа неге бергеннен гөрі өзім оларға бірінші бір баламда мүмкін енді қателіктерім болған шығар, енді ұрсып қойған кездерім болған шығар. Одан кейінгі балаларға сабыр сақтап, мейлінше бүкіл махаббатымен сөйтіп беруге тырысам да. Сол 4-ші классқа шейін оқытам, 4-ші класстан кейін өздері ары қарата оқып кетеді. Бұл ата-ананың да жауапкершілігін алып, мектептегі мұғалім оқытсын, немесе қосымшаға бере салам деп сөйтуге болмайды. Өзінің несіне алу керек дейсіз ғой. Ал енді осы бүгінгі күннің ең бір үлкен сынақтарының бірі мына ұялы телефондар ғой, білесіз. Осы әлеуметтік желілер қазір жан-жақтан қаптап жатқан. Кейде тіпті ата-аналардың өздері де экраннан баса алмай жатады, аналардың өздері де. Мұндай жағдайда бала тәрбиесіне, баланың тәрбиесі, тәртібі, иманына қалай әсер етеді? Жалпы осы қазіргі телефон дейміз, гаджет деп жатамыз. Енді гаджет деп оның пайдасы жақтары да бар. Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мысалы, жаман жақтары, ол күндіз-түні қозғалыссыз бала отыра береді. Көзіне зиян, ол шектемесе, оны көзіне зиян келуі мүмкін. Жаман ақпараттарды алуы мүмкін. Ол басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай алмай қалуы мүмкін де. Кейін өскен кезде болсын, қазірде солмен ғана сол жеңіл ғой енді. Сол недегі адамдар ойындағы сөйтіп қалуы мүмкін де. Енді жақсы жақтары ол жерден жаңағы білім алуға болады, уақытын жаңағы мына жерде денсаулық шектеу қойып па? Жалпы енді баланы біз бірінші өзіміз бір не қойымыз керек қой, баламен шартқа келуіміз керек. Балам, біз тамақ ішкен кезде телефонды қолданбаймыз. Ұйықтардың алдында 2 сағат қалғанда телефонды ұстамаймыз, өйткені зияны көп екен ғой. Ол қайтадан адам, енді біздің миымыз қайтадан таң атты ма деп түсініксіз болып қалады. Сол себептен кешке жатарда уже 2 сағат қалғанда біз телефонды ұстамаймыз. Соны айтып алып, өзіңіз де орындау керексіз. Егер де соны телефонды тамақ ішкенде ұстамаймыз деп, оны өзіңіз телефонды бүйтіп тамақ ішкенде көріп, немесе телевизордан соны өзіңіз телевизорды қосып қойып көріп отырсаңыз, балаңыз айтады. Егер ондай нәрсені бұзсақ, мен сендерді бір жерге апарам,
осы шартты бұзсақ, сендер біз осыны бұзсаңдар осындай деп сөйтіп шартқа отырсақ болады. Немесе балаға бүйтіп күн тәртібін орындап тастасақ, мысалы таңертең ол ерте тұрған кезде мектепке барады ғой, 2-ге шейін. Ол жерде де мұғаліміміз, мысалы біздің мұғалімдер телефондарын жинап алады. Одан кейін үйге келгеннен кейін кішкене демалып алғаннан кейін 1 сағат далаға шығып кел, қосымшаларға жазып тастасаңыз, одан кейін күнде осындай пайғамбардың өмірбаяны ма, немесе бір кітап, қанша бір 10 бет па сондай кітап оқисың, содан кейін берем деген сияқты. Сондай нелердің бәрін бүйтіп қойып тастаса, өзі уақыт аз қалады. Ол үшін ана жаңағы ана да әке де жауапкершілікті алып, әке мен шеше бірігіп балаға сол мәселеден қалай шығамыз деп жол тауып талқылап, егер анасы жоқ кезде әкесі қадағалап, әкесі жоқ кезде анасы қадағалап, ол мәселені шешуге болады. Сол менің жаныма бататын нәрсе ғой. Балаларына оданша тыныш отыра берсінші. Ол дұрыс емес. Деп бере салып, өздері тіпті очередьте тұрғанда да әңгіме айтпай емес, жаңа балаға телефон ұстатқызып қойып өздері тұра береді ғой, мысалы басқа кісілермен әңгіме етіп деген сияқты. Енді ата-ананың өзі жаңа сөзінде айтқандай аманат қой ол бізге. Үлгі көрсету керек. Мінемізді бала болу керек те, ол 18-ге толғанша, мысалы 18-ге толғанға шейін ата-ана баласының телефонын, ол кейбір айтады, оның жеке шекарасына кірді деп. Жоқ, сіз білуіңіз керек деп. Енді күні кешке шейін оны сіз балаға, мысалы сіз бір жаман бірдеме көріп отырса, сен оны тартып алып, ондай тәрбие бере алмаймыз да. Біз оған түсіндіруіміз керек. Өйткені ол сіз жоқ кезде көруі мүмкін, немесе ол басқа біреудің телефонын алып, сол нәрсені бәрібір көруі мүмкін. Сіз оған түсіндіріп тастауыңыз керексіз. Балам, ол осындай болады, оны былай, оның зардаптары осындай. Және балаға сіздің өзіңізді сезімдеріңізді айтып үйрену керек екенбіз ғой. Мен балам сен үшін алаңдаймын, сен осындай болып қала ма деп ойлаймын, сенің денсаулығың үшін алаңдаймын деп. Ол сонда бала түсінді, менің денсаулығым үшін алаңдағаннан өстіп айтады екен ғой, мені анам ойлайды екен ғой деп. Енді ол бірден былай жаңағындай күніне осындай шектеу қоямыз дегенде келісіп алғанда ешқандай бала деп телефонын бере салмайды. Сол үшін онымен басында кішкене қиын болуы мүмкін, бірақ соны тәртіпке келтіріп алғаннан кейін ол өзі сіз жоқ болсаңыз да қойып сөйтіп үйреніп кетеді де. Ең жақсысы баланы үйірмелерге беріп тастау да керек сияқты, уақыты болмайтындай, тіпті шектеулі болатындай. Ал баланың осы жалпы шариғат қалай қарайды? Шектеу қою, сіз айтып жеке шекарасы деп. Қаншалықты дұрыс, бұл шариғатқа қарсы емес па? Енді жеке шекарасы болғанда, мысалы, көп балаларына андай сөйлей береді, ұрса береді, баланың жаңағы негізгі болмысын құртуы мүмкін де. Баланы біз құрметтеуіміз керек. Ол жеке тұлға, менің балам деп оны емдеп алмай, ол мен жеке тұлға, оған құрметпен қарап, жаңа бала өскен кезде ол уже 5-ге шейін патшандай қарап, одан кейін жұмса дейді ғой, досыңдай сырлас деп. Сол досыңдай сырласып, енді дос болып кетпесең де, ол сен бәрібір одан ата-ана екеніңді білу керек, сен оған авторитет бола білесің жаңағындай. Енді сол кіріп кетпей, жеке шекарасына былай рұқсат сұрап, бөлмесіне де бүйтіп жетіп кеп кіріп кетпей, рұқсат сұрап, мен осындай істейін деп тұрмын деп ақылдасып, солай істеген дұрыс деп ойлаймын. Көп сөйлесу керек қой негізі. Көп сөйлесу керек, көп әңгіме айтып, бірге мысалы сіз 4 бала болса, енді өзімде 4 бала ғой, Аллаға шүкір, олармен жеке-жеке шығамын да, мысалы үлкен қызым демалысқа, каникулға келген кезде, онымен жеке екеуміз әңгімелесіп бірге өтсем, одан екінші қызыммен бір жерге серуендеп, кафеге отырып деген, сөйтіп жеке-жеке оның қандай әңгімелері бар, қандай нелері бар, арасында аптасына 1 рет па, сондай кезек-кезек сөйтіп барып тұрса болады. Сөйтіп балаға ақысын да беріп, әр баланың ақысын беріп. Ал осы заманауи технологияларды пайдалы арнаға бұрудың жолдары бар ма? Мысалы, исламдық қосымшаларға беріп, жаңағы біз мультфильмдер бар ғой, ислами мультфильмдер, болмаса Құран оқитын бағдарламаларды көрсету, сол арқылы да біз исламды дәріптесек, балаға баулысақ. Біздің енді неде ақырындап дамып келе жатыр ол салада. Қазір мультфильмдер шығып жатыр, жақсы сахабалар жайында қазақша аударылған. Соны бірге көріп, түсіндіріп, бірге көрсе болады. Одан кейін енді біздің осы орталық мешітте істейтін Айнұр ұстазымыз бар. Сол Айнұр ұстазымыз Сәби Муслим деген жобасы іске қосылып жатыр. Ол жерде намаз үйрететін нелері бар. Кішігірім видеолары бар. Сол кісіні қолдап жүрсеңіздер де болады да. Қолдап, соны көтеріп
бізден сол қолдау керек деп ойлаймын сондай нелерге. Болмашы видеоларды көргенше Иә. оданша осындай бір діни тақырыптағы видеолар дәріптелген көрсе балаларымыз. Құрметті ұстаз, бүгін көп пайдалы ілім алдық. Енді осы сөзімізді, сұхбатымызды қорытындылай келе, қазіргі ата-аналарға, жастарға бір қысқаша өзіңіздің насихатыңызды айта кетсеңіз қорытындылай. Осы Аллах тағала бізді осы тура жолдан айырмасын, осы балаларымызды дұрыс тәрбиелеп, аманатқа дұрыс қарап, кейін әрбір бала қоғамға үлес қоса алатындай, еліміздің дамуына үлес қоса алатындай сондай тұлға болып тәрбиелесек, мысалы әйел үйде отырып әлемді тербетеді дейді ғой, әлемге ол әйел адам үйде отырып алып баласын дұрыс тәрбиелесе, әркім өзінің баласын дұрыс тәрбиелесе, ол баладан үлкен дұрыс сөз айтып, дұрыс әрдайым балаңыз үшін дұға етіп отырыңыз, жақсы сөз. Тіпті менің бір айтады ғой, мен Меккенің имамы болсын деп қарғайтынмын деп. Қарғағанның өзінде де бұл балаға дұрыс сөзбен дұрыс сөз айтуымыз керек қой. Әрдайым баламызды сол тәрбиелеп, ислам дініміз етек жайып, соны аңсаймыз. Иншалла. Алла разы болсын сіздерге де. Сізге де Алла разы болсын. Бала тәрбиесі бұл ұлттың ертеңі дейміз, жүрекпен істелетін аманат. Құрметті көрермен, бұл сәті түскен сұхбат айдары. Мен сіздермен болған Шәділ Махаббат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ассаламу алейкум.